Assalamu alaikum туғандар. Бүгін мен үшін дағы өте қуаныш күн. Бүгін 10 апрель 24 жыл. МФЦ-ден шықтым, достор. Бұға чейін гектарлап жер алғандардың документтері шықты. Мына екі документ, екі бөлік, екі башқа иесінің документтері шықты. Біріншісі Нурматов Туратбек Эдилбековичтен 7 гектар жер алғанына құттықтаймыз. Ал жеке меншік жер иесі болды, себеп ал орыс жарандығы бар. Дағы бір адамды құттықтаймыз. Ал 25 гектар жердің иесі болды, жеке меншік жер иесі болды. Бұл Эркинбаева Бақтыгүл Бакалбаевнаның құттықтаймыз, достар. Шын жүректен құттықтап, аларға бұл жерлер көптөгөн дарамат алып келсин, киреше алып келсин, алған жерлери балдарына, неберелеріне насип кылсын, достор. Бүгін барыңыздарды айт майрамыңыздар менен құттықтайм. Айтыңыздар морек болсын, жалпы Кыргызстан, Кыргыз еліне жана башка момун мусулман туғандарды айт морек болсын деп құттықтайм. Бүгін 10 апрель күні документтерді алып, мен дағы сіздер менен қуанышым менен сіздерге дағы хабар берейин деп айттым. Бұл өтө чоң бір жетишиш, себеп жер алыш Россияда кыйын эмес, бирок бир нече мөөнөт алат. 3 ай тегерегинде, тагыраак айтканда, толугу менен 3 ай толук убакыт алат документ жасаш. Кээ бирки мезгилде 3,5 ай, 4 айга чейин өтүп кетет. Достор, ошого гектарлап жер алгандарды куттуктайм. Сиздер дагы комментарияда жер алгандарды куттуктап, аты жөнүн айтып куттуктап койгула, себеп бул жөнөкөй иш эмес да жер алыш. Анан бул жер, кандай десем, айдоо жерлер буларга албетте кирешесини берет. Иштеткенде Туратбек менен Бактыгүл эжени куттуктап койгула. Туратбек Сахалинден сизге салам. Бактыгүл эже жана Жолборс аке, Жолборс байке, Жолборс ака Иркутскиде тургандарга салам. Сиздер жериңиздин документтери чыкты. Мен кубанычтамын жана сиздер менен кошо кубанып комментарияда жазган адамдар дагы болот. Чогуу кубанып койгула. Салам айткыла. Айтыңыздар марек болсун. Саламатта болуңуздар, тугандар.